Баршаңызға сәлем, құрметті оқушылар. 9 сыныптың химиясы 4-тоқсан көмірсутектер отын бөлімі бойынша БЖБ жұмысының шығару жолын көрсететін боламын. Достар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін, мені қолдау үшін каналыма қазір тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бірінші сұрағымыз этен қанықпаған көмірсутектер болып табылады. Осы терминдердің әрқайсысының мәнін жазыңыз. Қанықпаған деген сөздің мағынасы құрамында қос байланыс бар қосылыс дегенді білдіреді. Ал көмірсутек дегеніміз көміртек пен сутектен тұратын қосылыс. Екінші сұрағымыз алкендер алкандардың крекинг нәтижесінде түзілуі мүмкін. Крекингте қолданылатын жағдайлардың екеуін жазыңыз. Каталитикалық крекинг деген болады және термиялық деген екі түрі болады. Тетрадекан С14H30 крекинг нәтижесінде этен және басқа көмірсутек түзілетін реактив теңдеуін жазыңыз. С14H30 температура қатысында ыдыраған уақытта С2H4 және С12H26 түзіледі. Этен бром сумен әрекеттеседі. Осы реакция типін жазыңыз. Этен С2H4 бром сумен әрекеттескен кезде С2H4 бром 2 деген қосылыс пайда болады. Берілген реакцияның құрылымдық теңдеуін жазыңыз дейді. Мен сізге жазып көрсеттім. Нәтижесінде түзілетін заттың атауы бізде ол 1,2 дибром этан деп аталады. Бұл реакцияның сыртқы белгілері қандай? Бром суы түссізденеді. Бром суы бастапқы кезде қоңыр болса, кейін түссізге айналады екен. Үшінші тапсырма, мұнай өңдеу зауыттарында мұнайды фракцияларға қайта бөлу арқылы бөледі. Бұл мақсат үшін ректификациялық колонна пайдаланылады. Ректификациялық колоннаның қандай бөлігінен ұшқыш компоненттер бөлінеді? R бөлімінен. Ұшқыш компоненттер жеңіл болғандықтан температура енді қызып келе жатқанда уже бөліне бастайды. Ректификациялық колонна бөліктер атауларын жазыңыз. Т дизель, С керосин, R лигрон, Q бензин. Баламалы отын түрлерін атаңыз. Жел, күн энергиясы. Жолдардан көретін болсаңыздар, жел энергиясын көруімізге болады, бүйтіп айналып тұрады ғой. Артықшылықтары экономикалық, экологиялық тиімді, кемшіліктеріне келетін болсақ, үздіксіз қамтамасыз ете алмайды. Бесінші тапсырма, Қазақстанның контур картасынан көмірдің, мұнай және табиғи газдың кен орындарын көрсетіңіз. Мұнай бізде Маңғыстау облысында бар, тас көмір Қарағанды облысында бар, тас көмір. Ал енді табиғи газға келетін болсақ, табиғи газ бізде қай жерде көрсетілген? Табиғи газ. Ол бізде Маңғыстау облысында. Кездескен, және де Батыс Қазақстан облысында. Батыс Қазақстан. Міне іші боялмаған үшбұрыштар, ол табиғи газдың қоюын көрсетеді. Батыс Қазақстан, Маңғыстау облысы, Атырау облысы, Ал енді тас көмірге келетін болсақ, тас көмірлер олар төртбұрышты көрсетілген, Қарағанды облысы, Павлодар облысын жатқызсақ болады, мына жерге жазып қояйық. Павлодар деп. Және де Батыс Қазақстанда да бар екен, тас көмір. Ал мынаға келетін болсақ, Маңғыстау облысынан бөлек тағы да Ақтөбе облысында,
және де Атырау облысында. Міне достар, осымен бір жұмыс аяқталды. Баршаларыңызға сәттілік. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп алыңыздар. Видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Баршаңызға сәттілік.